Қазір ғана мына мешітте Мұхтар Мағауин атамыздың жаназасы шығарылды. Қазір ер азаматтар жерлеуге алып кетті. Мына жақта апамыз Мұхтар атамыздың айтып кеткен өсиеттерін жастарға жеткізіп, аманатын айтып жатыр. Қазір енді мына жақта асқа барамыз. Ya eyyuhan nas, O humanity, inna wa'dallahi haqq. Indeed, Allah's promise is true. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. So with azan and ends with salah, like a leaf on a tree that turns green, then turns yellow, and soon falls off. The happiness of our birth and sadness of our death are both lights of this world. There is a limited period of time for all creation. Қайта жанымда теге жүріп отырған 60 жылдан өмір сүрдік екенбіз. Оңай емес. Иә. Сондықтан еді асығым. Таңның иман жолдас болсын. Бетінен Алла тағала нұр төгіліп түсірсін, төгілген кісі болсын. Мына кейінгі ұрпақтар аман болсын. Мына бата берген балалардың баталары жалғасып айналайын. Қазақтың, осы қазақтың 30 жыл қазақтың бір жақсы көрсе бір адам ғой. Сол қазақ аман болсын. Жұрт аман болсын. Жастар аман болсын. Енді болашақсы болса болмаса балалардың амандықта болайық. Жақсы айналайын. Өзімен бірге жатуға Алла тағала маған нәсіп етсін. Ол бір екінші аталарының бастарын бартып жүріңдер. Шамаларын кегеше батасын ал. Ол кісінің батасы солда жатып та сендерге тиеді. Жақсы айналайын. Кейінгі жастарға айтып жүріңдер. Ол кісі қазақ деп кеткен адам ғой. Иә, білеміз ғой. Аман болыңдар. Сіз де енді бекем болыңыз. Тәубе деймін ғой, тәубе. Орнына балаларға бас сөз боласыз. Тәубе. Сізді қалқайып отырғаныңыз олар үшін күш береді.